Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Қызылорда облысы Арал ауданы нөмірі 19 орта мектебінің география пәнінің мұғалімі Жұмахметова Гаухар Мұхтаровна. Сіздерге бүгін география 7 сынып тақырыбы ауа райы және метеорологиялық элементтер тақырыбы бойынша сабақ түсіндіргелі отырмыз. Бүгінгі тақырыптың оқу мақсаты 7-3-2-5 температура, қысым, жел, бұлттылық, жауын-шашын, ылғалдылық, метеорологиялық элементтердің көрсеткіштерін өлшеп, метеорологиялық құрал жабдықтарды қолданумен тіркейді. Жалпы бүгін сабақта температураны қалай анықтаймыз, оны қандай өлшеу жұмыстарымен есептер шығарамыз, қысым дегеніміз не, қысымды қалай өлшеу жұмыстарын жасау туралы жалпы осы тақырыпта білетін боласыздар. Бүгінгі тақырып жаңа айттық, ауа райы және ауа райындағы метеорологиялық элементтер дедік. Ауа райы дегеніміз белгілі бір жерде, белгілі бір аймақта болып тұратын атмосфераның жай-күйі. Өздеріңіз күнде білесіздер, күнде ауа райы әр кезде әртүрлі болып тұрады. Бір күні суық, бір күні салқын, аяқ астынан жаңбыр, желді күндерде болып кетеді. Осындай құбылыстарды біз ауа райы деп атайды екенбіз. Жалпы ауа райының құрайтын негізгі элементтер, балалар, бұл температура, жауын-шашын, атмосфералық қысым, желден тұрады екен негізгі. Осындай элементтерді біз бүгін ары қарай қарастырып, ол қай кезде қалыптасады, қандай уақыттарда қалыптасатындығын анықтайтын боламыз. Бүгінгі мақсатымыз бірінші температура. Жалпы температура дегеніміз жылулықты өлшейтін өлшемнің бірі. Температураны арнайы метеорологиялық станцияда өлшеу жұмыстарын жүргізеді. Арнайы метеорологиялық станция деп отқанымыз, өздеріңіз білесіздер, жабық, жерден 2 метр биіктікте көтерілген жабық жаңағы қорапшаның ішінде осы термометр орналасады. Бұл термометрдің сіздерге көрініп тұрған міне екі суреті беріліп тұр. Біріншісі психометрлік термометр, бұл арнайы жаңа айтылған станцияларда өлшеу жұмыстарын жасайды екенбіз. Екінші аспирациялық термометр, бұл экспедициялық жағдайда өлшеу жұмыстарын кезінде қолданатын құралдың көмегімен өлшеу жұмыстарын, температураны өлшеу жұмыстарын жасайтын болады екенбіз. Енді балалар, білесіздер, температура әр жерде әртүрлі болады дедік. Соған байланысты жер шарында да температура әртүрлі болатын білесіздер. Неге балалар жер шарында жалпы температура әртүрлі болады? Температураның жалпы өзгеруі жер бетіне түсетін күн радиациясына тікелей байланысты. Көріп тұрғандай картада қарап тұрсаңдар, бүкіл жер шарындағы күн радиациясының түсу бұрышы берілген. Біз оны 6 сыныпта да білесіздер. Жалпы жерге күн сәулесі әртүрлі бұрыш жанама жасап түседі. Экваторлық белдеулерге күн тік түседі, қоңыржай белдеулерге жанама және арктикалық белдеулерге көлбеу күн сәулесі түседі. Соның әсерінен жер бетіндегі температура әртүрлі болып келеткен осыған байланысты. Енді көріп тұрғандай картада міне көріп тұрсыңдар, тропиктік экваторлық аймақта күн сәулесі мол түсуіне байланысты жер беті өте ыстық болып келеді. Қоңыржай белдеулерде күн сәулесінің жанама түсуіне байланысты қоңыр салқын болып келеді. Ал мүлде өте көлбеу түсетін белдеулерде, арктикалық аймақтарда күн сәулесі жер беттің температурасы өте салқын болып келетіні өздеріңізге белгілі. Енді балалар, біз Қазақстанның да орташа температурасын айтып кетуге тиістіміз. Қазақстанның орташа температурасы қаңтар айында және шілде айында деп біз бөліп қарастырамыз. Қазақстанда орташа температура қаңтар айында солтүстікте -19 градусқа, оңтүстікте -4 градусқа, шығысының кейбір жерлерінде -55 градусқа дейін төмендейді екен. Шілде айында орташа температура көпшілік жерінде 32 градусқа, қиыр оңтүстікте 47 градусқа ауытқып өзгеріп отырады екен. Ең ыстық жерлеріміз біздің, білесіздер, шөлейтті аймақтар болып келетіні өздеріңізге де ол белгілі болып келеді. Енді балалар, біздің бүгінгі ауа температурасы деген тақырыпта жалпы жер бетінің жылудың негізгі көзі күн дедік. Бірақ күн сәулесі ауада кедергісіз өтіп кетеді де, оны тікелей қыздырмайды. Күн сәулелері алдымен жер бетін қыздырады, содан кейін барып жылу ауаға таралады. Сондықтан ауаның жер бетіне таяу қабаттары көбірек жылынады да, биіктеген сайын температура
төмендей береді. Тропосфера қабатында да температураның биіктік бойынша төмендеуі содан. Енді әрбір 100 метр биіктікке көтерілген температура орта есеппен 0,16 градусқа төмендейді дедік. Енді осыған байланысты біз тапсырма беріп көрейік. Бірінші, ұшақ қанатында ауа температурасы -30 градус көрсетті. Жер бетіндегі температура +24 градусты көрсетіп тұр. Ұшақ қандай биіктікке көтерілді дейді. Енді біз биіктікті табуымыз үшін температура -30 градусты қосамыз +24 градусқа. Сол кезде бізде балалар математикалық недегі -30-ымыз +24-імізбен қосылып -54 градусты құрайды екен. Енді -54 градусты біз бөлеміз 6-ға. 6 деп отқамыз әр 100 метр сайын температура 0,16 градусқа төмендейді. Сонда 0,16-ны біз 6 деп алуымызға болады екен. Енді 54-ті 6-ға бөлгенде -9 шықты. 9 шықты. Енді балалар, бірақ минус деген математикалық тілде минус шыққанмен біз географияда биіктік балалар минус болмайды, ал ойпат төменгі жақ болса біз минус деп алар едік. Бірақ санымыз минус шыққанымен біз биіктікті 9 метр деп ала береді екенбіз. Сонда біздің ұшақтың ұшу биіктігі 9 метрді көрсетті деп аламыз. Екінші, таудың етегіндегі температура +22 градус, ал шыңында -18 градус болса, таудың биіктігі қанша дейді. Бұлда да +22-ні қосамыз -18-ге. Сонда 40 градус, 40-ты бөлеміз 6-ға, сол кезде 6,16 метр биіктікті таудың биіктігін көрсетіп тұр деп айтуымызға болады екен. Енді балалар, жер бетіндегі ауаның температурасы үнемі бір қалыпты күйде тұрмайды. Оны білесіңдер. Ол тәуліктік, айлық және жыл ішінде өзгеріп тұрады екен. Осы ауа температурасының өзгеруін ауа температурасының амплитудасы деп айтуымызға болады екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай формула берілген. Т деп отқанымыз температура, максимум жоғары температурасы, температураның минимум төменгі температурасы. Жоғарғы температура мен төменгі температураның арасының айырмашылықтарын біз амплитуда деп атаймыз. Мысалы, жыл бойынғы өзгеретін температураны жылдық амплитуда, ай бойында өзгеретін температураны айлық амплитуда, бір күндегі өзгеретін температураны тәуліктік амплитуда деп қарастыра алады екенбіз. Оқушылар, тәуліктік амплитуданы есептеп көрейік. Енді тәуліктік амплитуда отқамыз жаңа айттық, бір күннің ішіндегі температура. Бір күннің ішінде біз температураны 4 рет өлшейді екенбіз. Сағат 1:00-де -6 градусқа, сағат 7:00-де -8 градусты, сағат 13:00-де 5 градусты, сағат 19:00-де 1 градусты көрсетті. Бізге енді осының бір күндегі орташа амплитудасын табу керек. Ол үшін температуралардың бәрін қосып, өлшенген сағат санына бөлеміз. Сол кезде -6 қосу -8 қосу 5 қосу 1 градус. Осыны бөлеміз. Неге? Өлшенген неше рет өлшедік? Біз 4 рет өлшедік. Осыны шыққан санды 14 минус температурадан, ал плюс температура -6 шықты. Осы -14 пен 6-ны қосып, неге? Өлшенген 4 рет өлшенген санға бөлеміз. Сол кезде -2 градус. Сонда бір тәуліктегі амплитудамыз -2 градусқа тең деген сөз. Енді балалар, біз тәуліктік амплитуданы есептеп алғаннан кейін міндетті түрде графигін тұрғызамыз. Графикте білесіздер, бірінші температураларды орналастырамыз, ортаңғы бөлігіне сағатты орналастырамыз. Сөйтіп температураның плюс температураларды жоғарғы жаққа, минус температураларды төменгі жаққа орналастырып, сағаттардың температурасын қосу арқылы бізде тәуліктегі амплитуданың графигі пайда болады. Енді оқушылар, ары қарай біз бүгін жылдық орташа температура мен жылдық орташа амплитуданы есептеп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, бір жылда 12 айдың температурасы берілген. Осы айдың орташа температурасы мен орташа амплитудасын есептеп тапты. Ол үшін Т тең, Т деп отқанымыз температура. 12 айдағы температураларды біз барлығын қосып шығады екенбіз. Бізге бірінші
оңайырақ болу үшін минус температураларды бірінші қосамыз. Математикалық ережені сақтай отырып, минус температураларды жақшаға, бүкіл температураларды жақшаның ішіне орналастырып, бірінші минус температураларды қосып аламыз. Екінші плюс температураларды қосып орналастырамыз. Минус температурадан минус 81, плюс температурадан плюс 99 саны шықты. Осы минус 81 мен плюс 99-ды қосып, плюс болғанмен, қосылған кезде минус пен плюс математикалық таңбада жаңа ережесі сақталып, минус 18 градус, плюс 18 градус шықты. 18-ді 12-ге бөлгенде бір жылдағы орташа температурамыз 1,5 градус Цельсийді құрап отыр екеніне. Одан кейін орташа амплитуда, екінші орташа амплитуда деп біз айттық. Амплитуда деп отқамыз бір жылдағы жоғарғы температура мен максимум, бір жылдағы минимум төменгі температураның айырмасы. Бізде бір жылда орташа температуралар, жоғарғы температура жаз айында 23 градус, қыс айында минус 24 градусты құрап отыр. 23 пен 24 градустың қосындысы бір жылда 47 градусқа тең. Сонда біздің бір жылда орташа амплитудамыз 47 градус Цельсийға тең деген сөзді білдіреді екен. Біздің екінші мақсатымыз атмосфералық қысым. Бұл метеорологиялық элементтің екінші мысалы деп айтсақ та болады. Жалпы қысым дегеніміз жер бетіне және ондағы заттарға түсіретін салмақ. Жалпы ауа қабаттары жер бетіне 1 килограмм 33 грамм салмақ түсіретін. Жалпы атмосфералық қысымды сынап бағанасы 760 мм биіктігінде тең. Осы қысымды жалпы қалыпты атмосфералық қысым деп айтамыз. Атмосфералық қысым әр 10 метр биіктікке көтерілген сайын 1 миллиметрге төмендеп отырады. Жалпы қысымды біз құралық анероид барометрмен өлшейтін боламыз. Енді балалар ары қарай қысымға байланысты жұмыс жасап көрейік. Қысымды қалай анықтаймыз? Қысымды анықтау үшін міндетті түрде бізде географиялық формула білуге тиістіміз. F0 нөлдік деңгейдегі қысым 760 мм. F1 нөлдік деңгейдегі көтерілген немесе төмендеген қысым. HS салыстырмалы биіктік, H0 төменгі деңгей, H1 жоғарғы деңгей. Бұл біздің алдыңғы тапсырма орындауда керек болатын формула деп айтсақ та болады. Осы формуланы міндетті түрде сақтап аламыз. Тапсырма. Егер барометр тау етегінде 750 мм, ал тау басында 460 мм көрсетсе, салыстырмалы биіктік қанша болады? Жаңа айтылған біздің сынап бағанамыз, таудың етегінде 750 мм-ді, таудың басында 460 мм-ді көрсетіп тұр дейді. Енді екеуінің салыстырмалы биіктігі қанша дейді. Ол үшін жаңа біздің формуламызды аламыз. S деп отқамыз, HS тең 10. 10 деп отқамыз әр 10 метр сайын дедік қой. Соған біз не істейткенбіз? Таудың етегіндегі мен таудың басындағы көрсеткен қысымды алады екенбізде 10-ға көйтеміз. Сонда біздің таудың биіктігі 2900 метрді көрсетіп тұр. Екінші, 4000 метр тау басында барометрдің биіктігі атмосфералық қысымы 250 мм-ді көрсетті. Осы кезде жер бетіндегі атмосфералық қысым нешеге тең дейді. Жаңағыдай формуланы қойып орнына 4000 метрді 10-ға бөлеміз. 10 деп отқамыз қаяқтан шықты демейміз. Әр 10 метр сайын деп айттық. Қысым көтеріл төмендейді 1 мм-ге. Қосамыз таудың несіндегі атмосфералық қысымға. Қосамыз, сол кезде біздің жер бетіндегі атмосфералық қысымы шығады екен. Ол 650 мм-ге тең деген сөзді білдіреді. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгінгі тақырыбымыз ауа райы және метеорологиялық элементтер тақырыбы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ауа райы дегеніміз не екенін білдік. Ауа райының негізгі метеорологиялық элементтеріне нелер жататындығын түсіндік. Оларды есептеп, қандай құралдармен есептеу жұмыстарын жасайтындығын білдік. Психометрлік термометрмен қалай жұмыс жасайтын құралдармен, сосын қысымды өлшеуге арналған барометрді қай жерде қолданатын құралдардың көмегімен біз есептеу жұмыстарын жасап, метеорологиялық элементтерді анықтауға болатындығын біз осы тақырыпта
түсініп, жалпы есептеулерді қалай жұмыс жасау керектігін біз осы сабақта түсініп алдық деп сіздерді ойлаймын. Сабақта назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.